мен бүгін пицца пісірем. Пицца үшін мен жылы бір стакан су алдым. Және бір 50 грамдай су май алдым, сұйық май. Және дрожь бізге керегі, қант, тұз. Енді мен 2 қасық толтырмай қант. Және толтырмай бір чай қасық міне тұз. Араластырып алдым. Енді суымызды құямын. Су майымызды құямын. Кейбір жерде сұйық май дейді, біздің жақта су май дейді. Кішкене дрожь 7 грамдай мен мөлшерлеп салам. Енді 10 грамм деп не қылмаймын. Мына жаңағы 1 стакан суымызда қанша ұн кетеді, сонша ұнды илейміз. Қатты илеудің қажеті жоқ. Жалпы нанды ашытқан кезде нанның жұмсақ болса, сондай нәзік, жұмсақ, жағымды піседі. Сондықтан нандарыңыз қатты жаңа ұнды көбірек салмай, шетінен салып отырып, жаңағы 1 стакан суларыңызға, жаңағы құйған су майларыңызға қатты емес қып, жұмсақ қып, нанды илеп. Енді ашығанша, көтерілгенше қойып қоямыз, бетін жауып жылы жерге. Енді қазір теркадан сырымды өткізе бастаймын. Енді колбасамды турап қоям, бәрі дайын тұрсын. Колбасаны қалай турағыларыңыз келеді, өздеріңіз білесіздер. Помидорымызды турап қоям. Помидорымды жаңағы колбаса, сырым бәрін турап дайындап қойдым. Қазір сарымсақ ашып чесногымызды дайындаймыз. Екі ас қасықтай томат пастасын сап қойдым. Енді бұған чеснок өткізем. Чеснок салмай қойсаңыздар да болады. Екеуі жетеді. Дайын. Жаңағы пиццама салатын сырларын, колбаса, помидор. Егерде помидордың орнына тұздалған қиярды да турап жерге болады. Мен бүгін мынандай помидор және бар үйдегі бар заттармен жасаған жатырмын. Аяғына шейін бірге болыңыздар. Қараңыздар, енді пиццамызды дайындаймыз. Pizza pişirетін мынандай әдісімізді. Қолымызбен соза береміз. Жалпы пицца пісіретін деп етіп, қолдарымен созып жатады. Енді қолымызбен келтіреміз. Қолымызбен созып дөңгелектеп алдық. Жаңа томатный пастаны жағамыз.
Мен кішкентай мынандай шөбімді салып жіберем. Пиццаға өте дәмін жақсы келтіреді. Орегано деймін. Кепкен. Жаңағы помидорымызды осының алдында турап қойған колбасамызды және енді үстіне сырымызды себеміз. Міне. Сырдың көп болғаны дұрыс. Сондықтан көбірек не қылыңыздар. Міне енді қазір духовкаға салам. Міне менің пиццамызды қараңыздар. Сондай дәмді керемет пицца. Сондықтан сіздер де пісіріңіздер.